Бақыт Беделхан, сөз құдіретін бейімбет. Сөз құдіреті өз құдіретім деп білген, ұлыларға қандай азап шөктіргем, тағдырлары айналғанда тамаққа бейімбет боп кеттім мен. Тезге салып айрылғанда тектіңнен, көңілсізден көңілім қап көп күннен. Қасиетім қақсып бара жатқанда, қайта туған бейімбет боп кеттім мен. Заман өтті, көздің жасын төктірген, сонда дағы жоққа сабыр еттім мен. Өреңсемді көтеремін бәрібір, бейімбеттей тек тұлмен. Ұлттың зарын қара сөзге шөктірген, елеңсесін көтердік бай тек тұлмен. Асыл құлап, ғасыр құлап жатқанда, бейімбеттей беймаза боп кеттім мен. Беймазалық содан қалған іздерім, ізгілік деп түсіне алса ізгелім. Сөз құдіреті бейімбеттей арқылы, қазық болар қасиетімді іздедім, азық болар өсиетімді іздедім. Мен айтқанда соны айтады солқылдап, сенім құла түздерім.